Hold up. Ассалаумағалейкум барша достар, құрметті достар, барлығыңа қайырлы кеш. Біздің көптен күткен логотип сабағы соңғы кезде өте көп адамдар осы сабақты ақыры түсіруіме тура келді. 23 минут бойы сіздерге жалпы логотипті істеу және де соның основаниясы қалай істелуге болады, қай жолдармен тез істелуге болады және де қандай қарапайым жолдар бар, қандай әдемі жолдар бар және де логотиптің керекті заттарын қайдан аламын. Сол сабақтарды үйрететін боламын. Окей, бірінші ақ фон. Дәл осылай ақ фоннан бастайық достар. Негізінде көбінесе ақ фонға жасалған логотиптер әдемі шығады. Әрмен қарай достар, енді біздер бірінші енді басынан бастап қарапайым түрінен бастайық достар. Жай ғана бір рисовайттан қара шеңбер ашып, қарапайым түр, бірақ әдемі шығатын түр да. Окей, рисовайт, яғни рисовайт дептің өзі шатасатын достар көп болды, сабақ түсірмей келді. Фигураның ішіне осылай домалақ шеңбер таңдап аламыз. Окей. Домалақ шеңберді пока что осылай бір шетке қоя тұрамыз. Окей. Достар, қазір мен сабақ бойы көрсетемін, бірақ та бұл идеяларды өтініш қайталап жүрмеңіздер. Себебі бастысы өздеріңіздің идеяларыңыз. Енді осының ішіне өздеріңіздің бас әріптеріңізді, мысалға мен Z деп жаза салайын достар. Мысалға Z деп жаза салдым. Енді осы Z деген әріпті достар, бұл жерде бастысы мінекей бірінші логотип уже дайын. Бұл кімнің логотипі екенін білесіздер. Егер білсеңіздер астына жазып кетіңіздер. Окей, әрмен қарай біздер енді осы Z әріпінің қандай әдемі шрифттар бар. Енді ең маңызды нәрсе бұл шрифт таңдау достар. Логотипте ең ерекше әдемі шрифт таңдау. Енді осыған біз Z-ға бір ерекше әдемі шрифт таңдап көреміз. Қазір мінекей кішкене қисайтып келтіріп көреміз. Мінекей мына шрифт жоқ. Бұдан да ауыстырып көреміз. Бұдан да басқа шрифттерге қоямыз. Енді достар, шрифт дегенде енді кішкене оқылуға ыңғайлы шрифт таңдаңыздар. Читаймыз 0 шрифттер таңдап жүрмеңіздер. Мінекей Z-ны кішкене қисайтып, қара шеңберден шығарып, дәл осылай істедік. Енді әдейі шығардым достар. Қақ ортасына қоюға да болатын еді, мен әдейі шығардым. Мысалға қазір заман деп жазамыз. Енді бұл басында қарапайым түрі достар. Окей. Қара түске бояп алсақ, мінекей. Қазір дәл осы шеңберден достар, мінекей. Шеңбердің жан-жағына жазбайық. Бірінші логотип қарапайым. Осылай қойып қойсаңыздар да тоже логотип. Тоже бұл да логотип. Егер жазбайық Z-ның тура осылай өзін қалдыратын болсаңыздар, бұдан да ол да бір логотип. Қалай істейсіздер, тоже солай логотип шыға береді. Мінекей соңғы интервал деген болу керек, көзім жетпей тұр. Соны ары бері бұрсаңыздар, достар, шрифт осылай бұрылады. Білетін шығарсыздар, шрифт бұрылады. Енді бұл сабақта достар мен основной логотиптерді түсіндіремін. Мұндай функцияларды аса қатты сіздерге каждыйын түсіндіріп отырмаймын. Егер тез істеп кетіп отырсам ренжімеңіздер. Бұл сабақта мен бастысы логотиптердің идеясын қалай жасалу керек екенін түсіндіремін. Окей, достар, мінекей, мынаның өзі бір логотип. Заман деп осылай жазып қойсаңыздар, бұның өзі бір логотип. Қазір мынаның өзі бір логотип достар. Мінекей қарап тұрсаң, бұның видеоның бір шетіне қолдансаң, әдемі шығады логотипке. Енді біз заман деп жазамыз. Окей. Заман, кішкене астын қырып тастай салайын, асты бір ашықтық болып кәдімгідей маған жаман көрініп тұр. Окей, заман бір шетіне енді фотограф деп жазам. Немесе жоқ, фотографты кейіннен көрсетем, Арманов деп жаза салайын достар. Ағылшынша оңай болсын, Арманов. Бұнда егер фамилияларыңыз ұзақ болып кетіп жатса достар, кішірейтіп Замановпен бірдей қоясыздар, немесе Замановтан оң жағын ұзартып жібересіздер, немесе сол жағы қатты шығып тұру керек. Енді әдемі көрінетіндерінің бір жолы мінекей достар. Заман Арманов, егер логотипті заманның үстіне қойып жіберсек те болады достар. Мен аудио істеп жатқан кезде де ойыма келеді, және де осыны істеген кезде де ойыма келді. Мінекей Заман Арманов достар, мінекей біздің алғашқы логотипіміз дайын, өте қарапайым, өте әдемі көрінетін логотип түрі. Енді осының астына қазір қосымша осыны фигура достар. Фигурадан 4 бұрышты таңдап аламыз, және де штрихтың ішіне тұра береді. Және размерін кішкене жіңішкертеміз, қалың болып тұрады. Мінекей Заман Арманов дәл осылай белгілейміз. Енді ашық қалған жерлерін өшіріп тастайсыздар достар. Білесіздер ғой, өшіріп тастауды. Енді одан артық сіздерге оны айттым, каждыйын түсіндіріп отпаймын. Мінекей Заман Арманов, мінекей бірінші біздің логотипіміз. Жаңа жазбасаңыздар да болады. Әр сатыдан кейін, әр саты бойынша логотиптер қолданылып қосыла береді достар. Енді екінші логотип түрі достар. Бұл логотипте тағы да шеңбер. Енді шеңбердің ашу жолы маскадан ашсаңыздар да болады достар. Мінекей қазір мен түстерін қарағам, мына жерде түрлі функциялар бар. Окей, қара түске аударып ала салайын. Окей, мінекей иньян белгісі тура осы жерден қоюлығын 100-ге тірейміз. Қазір қоюлығын 100-ге тірей салайын.
окей, мінекей 100-ге тіреді. Окей достар, мінекей домалақты рисовайтқа кірмей ақ, сіздерге егер рисовайт қиын болатын болса, маскадан да осылай жасауға болады. Енді бұл бірінші, бұл сіздерге жай ғана вариант ретінде көрсетіп жатырмын. Окей, әрмен қарай енді М деген әріпті осының ішіне сидіріп көрейін. М. Енді достар, тағы да айтып кетейін, шрифт бұл жерде маңызды, ерекше шрифт таңдайсыздар. Мінекей ерекше шрифт, барынша ерекше қайталай берейін, ерекше шрифттер таңдайсыздар. Көрдіңіздер, мынаның өзі бір ерекше шрифт болып табылады. Окей. М. Енді дәл осы М-ны осылайына қалдырып қойсам да болады мен. М, вообще М. Аржаны түсінікті. Микопро, Мирбек деген сияқты. Некей бұл қара шеңбердің ішіне жасалатын логотиптер, негізі достар, логотиптің 1040 түрі бар. Егер осы видео бойы сіздерге менің жасаған идеяларым ұнамаса, оған мен таң қалмаймын. Себебі логотиптің 1040 түрі бар, және әркімнің өзінің идеясына шығатын логотиптер бар. Оны біреуге біреу ұнауы мүмкін емес. Окей, ары қарап маскадан көрсетіп жатырмын. Мен осындай бір әдетім бар. Видеода басқа нәрсе көрсетіп жатсам, мен басқа нәрсе айтып кетемін. Қазірдің өзі басқа нәрсе айтып отырмын. Окей. Кешірім сұраймын. Достар, мінекей енді әрмен қарай мінекей осылай таңдап аламыз. Енді бұл жай ғана аксессуар, жай ғана бір қосымша детальдар, жай ғана қараның ішін ашық болып қалмасын, әдемі болып көрсетеді. Бұл аса қатты маңызды емес. Окей, осы бір нені таңдаймын. Негізі осыны таңдамай-ақ достар, сіздер бір тік нәрсе жасайтын болсаңыздар, шеңберден де жасасаңыз да болады. Кейін қалған шетін өшіргішті таңдап, сосын фигураны 4 бұрышын таңдап, жан-жағынан көтеріп өшіріп тастасаңыздар болады. Білмеймін, кейіннен осыны не үшін таңдағанымды түсінбей қалдым. Негізі жіңішкелеу қылып таңдау керек пе еді мико деп. Және кішірейтсеңіздер де осылайынан бір логотип болады. Енді достар, мен бұны соткым қата бергесін асығыс жасап қойдым. Дәл сіздер осыны четко істейтін болсаңыздар, дәл осылайда логотип кішкентай болады. Ана ұзын таяқшаны барынша жіңішке, барынша кішкентай қылыңыздар. Мен істемедім соны. Так что қайталамаңыздар. Окей, енді әрмен қарай достар, енді тағы бір логотип тұр. Енді біз бұл логотиптен жай ғана бір әріптен логотип шығарамыз. Егін сіздердің бас әрпіңіз Жандос, Жанғали дейтін жігіттер көріп отырса, Ж. Ж деген шин әріптен. Оған міндетті түрде бір ерекше шрифт табамыз болғанда достар. Окей. Ж. Мінекей Ж. Мынау әдемі Ж екен. Жайдарман дегендегі сияқты, окей. Ж достар, енді осы Ж-ның өзінен қазір біз шетке не қылмай бір логотип ойлап табамыз. Ж. Жай ғана осы Ж деген осы бір әріптің өзі бір логотип қарап тұрсаңыздар. Окей, осыны аққа боямыз. Итак, аққа боялып тұрады. ЖК, Ж, Жандос, Қуатов, немесе Кемалов дегендер де бар. Мінекей ЖК. Мінекей дәл осылай Ж-ның ішіне К салып қойсаңыздар, бітті логотип. Осының өзі логотип достар. Түсіндіресіздер, Жандос бір білейіп, там Жандос К, Жандос О. Осының өзі бір логотип достар. Бұл логотип ешқашан идеальный, ой, четко, прям келіскен болса ол емес. Қарапайым әдемі шығу керек логотип. Мінекей Ж, К осындай болады. Енді достар, әрмен қарай Ж, К, басқа да К-ларды таңдап көрейін. Окей. Осы мен ең жақсы көретін шрифтім достар. Ең жақсы көретін шрифтім осы. Енді ЖК. ЖК-ны осылай қазір біріктіріп сіздерге көрсетемін. Осылай қойсаңыздар болады, кішкене арасын ашып, яғни болмаса ЖК-ны біріктірсеңіздер болады. Тоже осылай да бір логотип шығады. Не десеңіздер, мінекей Ж-ны былайына сызып көрсетесіздер, және де екі таяқшаны былайына шығар. К. К, Ж, К. Жандос Кемалов, Жандос Кеңесов. Сондай дәл солай достар, мінекей ЖК. Бұл дәл осылай бір логотип шығады. Енді әрмен қарай біздер қыздардың логотипіне өтеміз. Жанна ортасында 2 ны болады. Мен әдейі креативті болсын деп бір нысын тастап кеттім. Қазір неге тастағанымды көресіздер. Бұл толық менің басыма сол кезде келген идеялар достар. Жанна, бұғанда бір ерекше шрифт табамыз. Енді ерекше шрифт болғанда мінекей Жанна Инди. Достар, бұл шрифттерді қаяқтан алдым деп сұрамай қойыңыздар. Мен бұның барлығын Pixar'тан скачать еткем. Так что сіздер де Pixar'тан скачать етсеңіздер болады. Маған астына жазбай-ақ. Жанна кішкене ортасына ашайық. Қазір осы жерге Н-ны ерекшелетіп түсіреміз. Достар, мінекей бұның өзі бір креативті идеялар деп аталады. Окей, ары қарап Н. Н-ны үлкен Н қылып аламын. Окей, достар. Н. Дәл осылай жасасаңыздар да болады. Н. Қазір мен Н-ны розовый цветпен бояймын. Себебі қыздардың түстерінде міндетті түрде бір розовый түстер болу керек. Енді қара мен розовыйды ұштастырсаңыздар өте керемет цвет шығады. Мінекей Н. Н-ны кішкене қисайтып, мінекей Жанна. Дәл осының өзі бір логотип болады. Жанна, окей. Текстке кіреміз қайта. Hair stylist или қалай дейді шаш қарқатындар. Мен ағылшынша қатты білмеймін достар. Егер дұрыс оқыматсам сөзге қадалмай қойыңыздаршы, өтініш.
мен бір нәрсені дұрыс айтып жатсам, бір неше түрлі ақылдылар бар, сөзге қаталатын. Бірден олар блокқа тоқтанамын. Себебі мен ана тіл емес достар, жай ғана барынша білгенімше оқып сіздерге көрсетемін. Хайр стилист или как этот оқылатын, дұрыс оқымасам ренжімеңіздер. Мінекей астына дәл осылай кішкентай қылып спесін жазып қойсаңыздар болады. Мінекей осылай розовый қылып қалдырсаңыздар да болады достар. Бірақ мен бұны ерекше осындай бір хайрды розовый стилисті қара қылып істесем ба деп жатырмын. Мінекей достар, хайр стилист немесе фотограф немесе там визажист, массажист там қалай деп жазасыздар, астына жазсаңыздар болады. Немесе бьюти клуб, бьюти салон, там көп сондай достар. Мінекей хайр стилист алып тастаймын. Мінекей стилистің өзін бөлек қара түспен жазамын, кішкентай қылып. Енді бұл жерде барынша бізге көзге түсу керек, жанна деген, ал астындағы спес болады. Әрмен қарай бізге енді керекті фото, клип, арт. Оның бәрін қазір қай жерден алуды көрсетемін достар, асықпаңыздар. Сабақтың енді ғана 10 минут өтті деп ойлаймын, іштеріңіз піспасын. Окей, мінекей менде дайын өте көп деген осындай логотиптер бар. Умножить, мінекей астын 40 алып тастай салам, ол өте проблема нәрсе емес. Енді әрмен қарай мінекей қыздың өзі қалды. Енді қызды осыны орналастыру достар. Қай жерге орналастырасыздар, қай жерге әдемі кетеді, қай жерге удобно түседі. Н-ның аяғымен сәйкестендіріп жіберу ма, әлде немесе осылай қисайтып қою ма, немесе басқа. Енді қай жерге әкелдіңіз тағы қоя салған болмайды, әр жерге қойып көріңіздер. Міндетті түрде бір жерге ол әдемі шығады. Мінекей н-ның аяғымен осылай ұштастырып жіберсеңіздер де болады. Мінекей көрсете кетейін. Мінекей Жанна дәл ортасына тұрады. Мен бірақ бұны шетіне тұрғын қаладым. Жанна деген сөзді Жанна хайр стилист. Окей. Жанна есімді хайр стилистерге дайын логотип егер сендесе. Достар, мінекей енді Google-ге кіреміз. Біздің бір Google деген керемет нәрсе бар. Логотип бьюти салон. Бағарынша алтынша білетін болсаңыздар, алтынша жазсаңыздар болады. Варианттар көп шығады, бірақ та орысша жазсаңыздар өте көп шығады. Логотип салон красоты PNG. Мінекей PNG сіздерге түрлі варианттар, түрлі идеялар тастайды. Бірақ сіздер тағы осыдан ұрлап жүрмеңіздер, тура осындай. Просто көріңіздер, бірақ не қылыңыздар. Енді логотип салон клип арт деп жазсаңыздар, клип арт PNG деп жазсаңыздар достар, сіздерге логотипке қолданылатын нәрселерді шығарып береді. Логотип фотограф PNG, логотип фотограф клип арт деп жазыңыздар. Міндетті түрде клип арт қосыңыздар. Және логотип машина клип арт, логотип авто запчас клип арт, логотип тағы бір, логотип аптека клип арт. Вот сіздерге көптеген варианттар шығарып береді. Егер логотиппен айналсам десеңіздер, логотип фотограф, қазір мен ерінбей жазам болсын. Фотограф, мінекей астына уже варианттар шығып жатыр. PSD деген бар. PSD деген ол біздің Pixartқа тура келмейді, оны Adobe пен Photoshop жасайтын жігіттер қолданылады. Логотип клип арт. Клип арт бітті. Мінекей сіздерге фотографқа керекті мыңғырық түрлі заттар шығарып береді. Және де осы жерден скачать ете бересіздер. Міндетті түрде осы менің сөзімді естеріңізге сақтап алуларыңызды сұраймын. Логотип өздеріңізге жасасаңыздар, сол логотиптеріңіз қандай мағына береді? Не бұл? Мұна каждый деталіне шейін, қыртысына шейін, узорына шейін өздеріңіз айтып беретіндей жағдайда болыңыздар. Окей, әрмен қарай. Енді фотографтарға логотип жасаймыз. Мына жерде мен өзіме ұнаған бір домалақты алып қаламын. Білесіздер, фотографтардың объектив деп аталады. Шатаспасам, объектив. Ой, қателесіп жатырмын достар. Енді О деген әріпке ұқсайды. Дәлше біз Оскар Ахмет, жоқ, Оскар деп жаза салайық. Оскар О деген әріпті ананы аламыз. Мінекей мына жағына Оскар мінекей. Әрмен қарай енді әдемі шрифт таңдаймыз достар. Міндетті түрде бұл жерде шрифт ең бастысы. Шрифт окей достар. Оскар фотограф, мінекей Оскар фотограф, мінекей қарапайым әдемі логотип пайда болды. Енді осыны вариант ретінде өздеріңіздің клиенттеріңізге жіберсеңіздер болады. Мінекей Оскар фотограф. Мінекей бір-ақ минутта интернеттен алдың, Оскар жаздың. Просто бастағы идея достар. Бұл жердегі нәрселер мен ешқайсысын ұрлаған жоқпын, ешқайсысын неған жоқпын. Таза басыма келгендерін істеп көрсеттім сіздерге. Енді мінекей мына функцияны білесіздер, оны мощность инструментінің ішіне істейсіздер, растяжка деп жазылып тұрады. Осымен созып аласыздар. Біздің шашылу деген сабақты білесіздер ма?
мен шашылу деген сабақты көрсеткен. Дәл сол шашылу сабақ тура осы жерде қолданылады. Егер көрмесеңіздер, мен мына жерде қатты түсіндірем деп айтпай, шашылу деген сабақта мен толық түсіндірген осыларды қалай шашылу керек екенін. Окей, осы функцияны таңдаймыз, және де аққа бояймыз да, дәл осылай не қыламыз. Енді тура бұл бір жағына шашылып бара жатқан сияқты. Енді фотограф, енді мынау фотографтың белгісі, фотоаппараттың клип артын дәл осылай қалдырсақ та болатын еді. Просто мен ерекше болсын дедім. Кішкене шашылып тұрған, кішкене бір ерекше болсын дедім достар, сіздерге бір қызықты болсын дедім. Тупо астына қойып қойып, пәленше деп жазып қойсам да болатын еді. Кішкене ерекше болса, қазір астына жазғанда да әдемі көрінеді. Окей, достар, бұл дайын. Енді астына жазамыз. Қазір текст, окей. Бұның енді астына ағылшыншалап. Міндетті түрде логотиптің барлығы ағылшынша жазылады, достар. Себебі ағылшынша әріптерге вариант өте көп. Ислам Сакенов неке градиентке кіріп, төбесін ақ, астын қара қыламыз. Бұны қыламыз дегенде, достар, міндетті емес сіздерге істеу. Просто мен әдемі шықсын деп өзіме істеп көріп жатырмын. Ақ болғанда да қатты аппағымыз, кішкене сұр қыласыздар. Кішкене сұр қылып, неке енді, окей, достар, әрмен қарай. Ислам Сакеновтың астына енді біздер рисовайтмен бір сызық жібереміз. Жаңа мен айтқаным, достар, фигурамен сызық жіберу деген 4 бұрышымен жіберіңіздер. Ана бірінші тұрғанда алмай қойыңыздар. Неке дәл осылай сызық жіберіп аласыздар. Бұмен бір удобнысы өшіргішке кіресіздер, тура сол қайтып залитті басып фигураны таңдайсыздар. Дәл осылай өшіріп тастай саласыздар екі шетін. Айтып жатырмын, бұларды каждыйын үйретпеймін бұл сабақта, достар. Сіздерге бұл сабақта таза логотипті үйретемін. Тоже бұның астына да фотограф деп жазыңыздар. Фотограф деп жазамыз. Неке, фотограф деп жазып, әріптердің арасын осылай бір-бір қатарға ашып шығамыз. Окей. Бұл әріптердің арасын ашып шыққанда, достар, бұл енді ерекше көрінеді шыны керек. Білсеңіздер, ерекше көрінеді. Осылай арасын ашып шықсаңыздар, енді міндетті түрде қара түске бояймыз. Неке қара түске бояп, тағы да осындай ерекше шрифттер. Енді бұндай шрифттар кезде барынша қалай дейді, тік шрифт, тағы да қалай дейді, осындай тік шрифттер әдемі кетеді. Енді мынандай халям-балям дейтін шрифттер болады, достар, бірақ та бұлар уже детский ма, жын-жыбыр ма, басқаша болып кетеді. Бұндайларға серьезно көріну үшін барынша тік шрифттер. Енді мынандайлар да болады қазір, мінекей Clash of Clans'ның шрифі. Мынандай шрифттер де болады, бірақ та бұл өзінің орнымен. Ол чтобы қандай фотограф, сондайға да байланысты егер ол табиғат аясында сондай бір нелер болса, оларға өздерінің темасына байланысты қоюға болады, достар. Любой шрифтті. Неге енді мына жерде дәл осыны шрифтті талап етіп тұр бұл. Ислам дегендегі осындай тік шрифттер. Окей, достар, қойылған міндетті түрде жазып айтамыз, себебі әдемі көріну үшін. Ислам Сакеновке біздің логотипіміз дайын. Неге? Қарапайым, өте әдем. Логотип жасаудың осындай да бір түкте қиын емес жолдар бар. Енді, достар, бұл логотип осындай жасалады, достар. Енді мен сіздерге қарапайым бір әріппен ғана логотип жасау түрлерін көрсетемін. Бұл жерде рисовать, окей, мына фотоны сақтап қоя салайын. Енді, окей, назад, барлығын назад салайын. Окей, бір әріптен логотип жасау түрін көрсетемін, достар. Қазір бір текстке кірейін. Окей, текстке кірейін, достар. А деген текст таңдап егер сіздерге басқа лишний нәрсе қосқыларыңыз келмесе, дәл осы келесі біздің этабымыз сіздерге арналады, достар. Бір А дегенде де ерекше бір Аны таңдаймыз, достар. Тура келетін осындай мінекей А. Дәл осы шрифттен, достар, сіздерге мен қазір бір дәл осы жерде миыма келген нәрселердің барлығын істеймін, достар, қазір. Дәл барлығын емес, енді, достар, миыма дәл қазір келген нәрсені істеймін. Мінекей дәл осылай істесеңіздер де болады. Бұл А деген логотипке мінекей қазір орнаментті бір бөлек алып тастай салайын. Мінекей, достар, тура осылай істеп қойсаңыздар да болады. Бұның өзі бір қалай дейді, бір логотип. Дәл осының өзі бір логотип, тура осылай. Неге дәл қазір менің ойыма келіп жатыр. А деген мүмкін сізге ұнамағанмен басқа біреуге ұнауы мүмкін, достар. Бұның өзін бір вариант қылып сақтай беру керек. Себебі клиентке жібергенде 2-3 варианттарын жіберсеңіздер, оған таңдауға мүмкіншілік көп болады. Және де соның ішінде міндетті түрде біреу ұнайды. Және де сіздерге енді келесі біздің орнаментті қоюды көрсетейін. Енді көбісі орнаментті қойғысы керек. Цвет ең астындағының жоғарысында цвет деген болады. Соның ішінен негатив таңдаймыз. Негатив таңдаған кезде кез келген қара фото аққа айналады. Енді бұны экран немесе светлый деген
батырманы басамыз. сол кезде біздің А-ның ішіне автоматты түрде кіріп кетеді. енді бұны толық орнамент қылмаймыз, себебі жараспай қалады. Қай жағына әдемі тұрады, сол жағына әкеліп турлап қалған шетін өшіргішпен өшіріп тастай саламыз. Қойылғын до конца тірей салайын, себебі тік болып әдемі өшу үшін. Мінекей, окей, біз өшіп тастадық достар, мінекей көріп жатсыздар. Қойылғын кішкене азайтамыз. Дәл бұлай бақырайып қалғанның да қажет жоқ. Мінекей достар, осының өзін бір логотип қолдансаңыздар болады, астына өздеріңіздің аттарыңызды жазып жіберіп. Окей, енді әрмен қарай рисовайтпен тағыдан не істеуге болады? Осы жерден де көрейік. Кубик таңдаймыз, залит таңдаймыз, ішін бітейміз. Окей, осылайынан ашамыз. Ашамызда бұл түсті міндетті түрде аққа бояймыз. Аққа бояп кішкене жіңішке етеміз. Енді бұның өзі бір логотип болып табылады. Қазір сіздерге видеоның соңында қазір қызық емес ол отыруы мүмкін, бірақ та бұл міндетті түрде әдемі шығатын логотиптер. Енді тағы да айтамын, мүмкін біреуіңізге ұнайды, біреуіңізге ұнамайды достар. Енді көріңіздер. Мінекей дәл осылай копия қылып астына түсіріп аламыз. Тағы да видеодан қалып кеттім. Мінекей достар, енді оны үйретудің қажеті жоқ, білетін жігіттер өздері біліп отыр қалай жасалу керек екенін. Қайталап істесеңіздер де болады. Мінекей трансформировать деген нәрсе бар еді, қазір ол функциясы ауысып кетті. Дәл осылай жылжытып, дәл осылай жасасаңыздар болады. Окей, бұл рисовайтпен біздің идеямыз бітті. Енді астына апорт деп жазсайын, апорт дегенге бір ерекше шрифт таңдаймыз, міндетті түрде қара түске қойып аламыз. Окей, апорт деп таңдап, дәл осылай төбедегі апорт. Егер достар тағы бір айта кететін жайт, мінекей апорт деп таңдалды. Сіздер бірінші очередь логотипті жасайтын кезде сол логотип неге керек, қандай нәрсеге керек? Егер машинаға керек болса, машинаны барынша араластырыңыздар. Егер ол логотип жаңа фотографқа керек болса, міндетті түрде фотографтың бір деталі қосылу керек. Міндетті түрде. Ол туп аты жөні болса қызық болмай қалады, серьезно. Егер сіздерде бір магазин немесе азық түлік болсын достар, жаңағыдай пиво болсын, неге жақылықты? Неге? Яғни сіз видеоблогерсіз бе? Міндетті түрде YouTube-тың немесе бір видеоның значогын қосыңыздар. Видеоблогерлер, жаңағы операторлар болуы мүмкін, қызығатын, яғни фотошоперлер болуы мүмкін, дизайнерлер болуы мүмкін. Қанша көріп отқан дизайнерлер болса, бір ерекше дизайн ойлап табыңыздар. Яғни және де тағы бір айтылатын жайт, сіздер өздеріңіздің жасаған дүниелеріңізге өздеріңіз толықтай таныстырып жауап берулеріңіз керек. Мінекей достар, мен сіздерге барынша өзімнің білетіндерімді айттым. Енді алдағы уақытта бұдан да қарқынды, бұдан да үлкен жобада тағы да үйрететін боламын логотиптерді. Мінекей сіздерге тағы бір рет көрсете салайын іздейтін жерді. Мінекей дәл осы Google-ге кіріп, логотип, салон, логотип, фотограф, клип-арт, логотип для емес енді клип-арт. Логотип, клип-арт жаңа неге керек, машинаға керек па, жаңа неге керек, сол жерге жазсаңыздар шығарып береді. Достар, сіздерге осы сабақ шынымен ұнады деген ойдамын. Сау, сәлематта болыңыздар.